Немене бөліп бәрі бастарына қызыл линия салып, сурет салып отыр деген сұрақ болып жүрсе сіздерде, сұрақтарыңызға жауап ол линия S деп аталатын дорама. Осы жақында ғана шыққан, әзірше 6 сериясы ғана бар. Сюжетінде мына қыз негізі сондай қызыл жіптерді көре алады адамдардың басында. Сөйтсе ол нені білдіреді? Қанша адаммен енді жыныстық қатынасқа түскен екенін көрсетеді. Әзірше 6 сериясы ғана шыққан. Сөйтіп адамдарды көріп жүреді жалпы. Мен өзім жеке көрген жоқпын. Егер көргендер болса, ойларыңызды комментарийға жазып кетіңіздер. Желіні шулатып жатыр ғой, біздің қазақтар соны білмей жатып, салып жатқандар да бар. Жігіт пен жігітті қосып қойып деген сияқты. Сондай тренд болған соң әйтеуір линия сызып салып жатыр. Бірақ біліп жүріңіздер, ол енді жақсы затты білдірмейді. Егер қызыл линия көп болса, значит көп болған деген сияқты. Жалпы сол, ал сіз үшін ең күшті дорама қандай, оны да жазып кетсеңіздер болады. Лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз, достар. Сәттілік, трендтен қалмаймыз.